Сунниттер мен шииттердің айырмасы қандай? Ислам өзін бірлікке шақыратын дін ретінде танытты. Құранда бөлінушілік айыпталады. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның үмметі бір қауым ретінде қарастырылады. Әділет, тәртіп, жауапкершілік, Аллаға мойынсыну бәрі ортақ негізге құрылған. Бірақ пайғамбар қайтыс болғаннан кейін көп ұзамай мұсылман қауымы екі ірі бағытқа бөлінді: сунниттер және шииттер. Сұрақ туады: қалайша бір пайғамбарға, бір Құранға, бір Аллаға сенетін қауым осылайша екі үлкен арнаға айырылды? Бұл бөліну тек діни мәселе ме? Әлде оның түбінде билік, мұрагерлік, тарих, сенім, саясат бәрі араласып кетті ме? Ең қызығы, бұл жай өткеннің тарихи дауы ғана емес. Осы бөлінудің ізі әлі күнге дейін, қазірге дейін таяу шығыстың саясатында да, қоғамында да, діни ойынында да сезіледі. Сондықтан исламдағы бұл айырмашылықты түсіну жай тарихты білу емес, бұл мұсылман әлемінің ішкі логикасын түсіну. Проблема қандай? Көп адам суннит пен шииттің айырмасын бір-ақ сөйлеммен түсіндіргісі келеді. Бірі пайғамбардың туысы басқару керек деді, бірі қауым сайлау керек деді. Бұл жаман түсіндіру емес негізінде, бірақ тым қысқа. Өйткені мәселе тек кім билеу керек дегенде ғана қалған жоқ. Уақыт өте бұл сұрақ мынандай үлкен тақырыптарға ұласты. Олар: мұсылман қауымын кім басқарады? Билік тек саяси ма, әлде рухани ма? Құран мен сүннетті кім дұрыс түсіндіреді? Діндегі беделдің шегі қайда? Ақырзаман туралы түсінік қандай болмақ? Имам кім, халифа кім, үмметтегі заңды мұрагерлік қалай жүреді? Яғни басында бір саяси дау болған нәрсе кейін тұтас дүниетанымдық айырмаға айналды. Тарихи контекст. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болғаннан кейін мұсылман қауымының алдында бірден өте ауыр сұрақ тұрды: енді мұсылмандарды кім басқарады? Бұл жерде аса маңызды нәрсе бар. Пайғамбарымыздың орнына пайғамбар келмейді. Исламда Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам соңғы пайғамбар. Демек, мәселе жаңа пайғамбар кім дегенде емес, жаңа басшы кім дегенде болды. Міне, дәл осы жерден бөліну басталды. Мұсылмандардың бір бөлігі былай ойлады: пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ең жақын адамдардың бірі, оның туысы әрі күйеу баласы Әли ибн Әбу Талиб ерекше орынға ие. Сондықтан басшылық сол әулет арқылы жалғасуы керек. Кейін осы бағыт шия деп аталды. Шия сөзі негізінен Әлидің жақтастары деген мағынаға жақын. Ал екінші топ былай деді: басшыны қауым ішінен кеңес арқылы лайықты адам ретінде таңдау керек. Яғни басты өлшем тек туыстық емес, үмметті басқару қабілеті. Осы логика кейін сунниттік бағыттың негізіне айналды. Нақты мысал, бөліну қай жерден тереңдеп кетті. Пайғамбарымыздан кейін мұсылман қауымын басқарған алғашқы 4 басшы тарихта тура жолдағы халифалар деп аталады. Олар Әбу Бәкір, Омар, Осман, Әли. Сунниттер осы төртеуінде заңды, құрметті халифалар деп атайды. Ал шииттік көзқараста Әлидің орны ерекше. Өйткені ол пайғамбар әулетіне тікелей байланысты тұлға ретінде қаралады. Кейін Османның өлтірілуі, одан соң мұсылмандар арасындағы алғашқы үлкен азаматтық қақтығыстар, Сыффин, Жәмәл сияқты оқиғалар, одан кейінгі Кербала трагедиясы, осының бәрі бөлінуді жай пікір айырмасынан тарихи жараға айналдырды. Әсіресе Кербала оқиғасы шииттік жадыда өте терең орын алды. Себебі пайғамбардың немересі Хусейннің қазасы шииттік сананың өзегіне айналды. Міне, осы сәттен кейін бұл жай кім басшы болу керек деген дау емес, әділет пен заңды мұрагерлікке қатысты рухани мәселе болып кетті. Енді негізгі айырмашылықты қарапайым тілмен жинақтап көрейік. Бірінші, билік пен мұрагерлікке көзқарас. Сунниттік түсінікте мұсылман қауымының басшысын қауым таңдай алады. Яғни басшылық міндетті түрде пайғамбар әулетімен ғана шектелмейді. Шииттік түсінікте Әли мен оның ұрпақтары ерекше заңды рухани саяси мәртебеге ие. Басқаша айтқанда, сунниттік модель қауымдық келісімге жақын. Шииттік модель әлеуметтік әрі қасиетті жалғастыққа жақын. Екінші, имам мен халифа ұғымы. Сунниттерде халифа мұсылман қауымының басшысы, бірақ ол қателеспейтін қасиетті тұлға емес. Ал шииттік ойда имам ұғымы тереңірек.
Ол жай ғана әкімшілік жетекші ғана емес, кей ағымдарда рухани тұрғыдан ерекше қорғалған дұрыс жолды жеткізуші тұлға ретінде қаралады. Алланың досы Алла тағайындаған адам деп қарайды, яғни аятолла осылар. Үшінші, діни бедел. Сүннитік дәстүрде Құран, хадис, фих, ғұламалар мектебі мазхабтар арқылы түсіндіру дамыды. Діни білім бірнеше ірі құқықтық мектепке тарады. Ал шииттік дәстүрде әли әулеті мен имамдар тізбегі арқылы берілетін діни бедел ерекше салмақ алды. Яғни екеуінің де Құранға сенімі бір, бірақ қасиетті мәтінді түсіндіруде бедел иесі кім деген сұрақта айырма бар. Осындайда күтпеген факт бар. Айырма басында сенімнен бұрын саясатқа жақынырақ болды. Көп адам ислам екі бөлек дін сияқты бірден бөлініп кеткен деп ойлайды. Бірақ шындықта алғашқы айырма көбіне басшылық пен легитимділік мәселесінен басталды. Яғни әуелгі сұрақ Алла кімге уахи берді емес, мұсылман қауымын енді кім заңды түрде басқарады болды. Кейін бұл саяси дауға хадиске көзқарас, имамның мәртебесі, ақыр заман түсінігі, кейбір құқықтық мәселелер, діни ритуал ерекшеліктері қосылып, толық конфессиялық айырмашылыққа айналды. Яғни бұл бөліну бір күнде пайда бола қойған жоқ, догматикалық жарылыста емес. Бұл тарих, билік, қайғы, соғыс және діни түсіндірудің ұзақ эволюциясынан шықты. Енді негізгі айырмашылықтарын қарапайым тілмен жинап түсіндірейік. Біріншісі, сүннет пен хадиске қатынас екі жақта пайғамбар сүннетін маңызды деп санайды. Бірақ қай хадистер сенімді, қай риуаяттар дұрыс, қай тізбек қабылданады, осы мәселелерде айырма бар. Сүнниттерде кең көлемде қабылданған хадис жинақтары бар. Шииттерде өздерінің беделді жинақтары мен ритуалдық желісі бар. Екінші, қауым басшысының шегі. Сүннитік дәстүрде басшы адам. Оны құрметтейді, бірақ ол абсолютті қателеспейтін тұлға емес. Шииттік түсінікте, әсіресе имамдық ілімде имамның рөлі әлдеқайда жоғары. Үшінші, ақыр заман түсінігі. Екі тарапта ақыретке, есеп күніне, Алланың әділетіне сенеді. Бірақ соңғы заманға қатысты кейбір рөлдер мен тұлғаларға берілетін мәнде айырмашылықтар бар. Шииттік дәстүрде Мәхди мәселесі ерекше орталық орын алады. Сүннитік дәстүрде де Мәхди ұғымы бар, бірақ жүйеленуі мен орны бірдей емес. Төртінші, кейбір құқықтық және отбасылық мәселелер. Мысалы, уақытша неке мәселесінде кейбір шииттік құқықтық дәстүрлер мен сүнниттік құқық мектептерінің айырмашылығы бар. Бірақ мұнда өте сақ болу керек. Өйткені шииттерде бәрі бірдей осылай, сүнниттерде бәрі бірдей былай деп жалпылау дұрыс емес. Себебі екі жақтың ішінде де көптеген мектептер, ағымдар, жергілікті дәстүрлер бар. Яғни шииттерде уақытша неке бір сағаттан бірнеше уақытқа, жылға дейін созылса, ал сүнниттерде уақытша неке деген нәрсе жоқ. Бұл зина болып саналады. Бір тұтас суннизмде, бір тұтас шиизмде жоқ. Міне, ең маңызды нюанс осы. Көп түсіндіретін адамдар тақырыпты тым қарапайым қылып жібереді. Сүнниттер осылай, шииттер былай. Бірақ шын мәнінде исламның ішкі әлемі әлдеқайда күрделі. Сүнниттердің ішінде де әртүрлі мәзһабтар, әртүрлі теологиялық мектептер, тарихи айырмалар бар. Шииттік әлемнің ішінде де бәрі бірдей емес. 12 имамды мойындайтын бағыттар бар. Зайдилер бар, исмариттер бар, аймақтық ерекшеліктері бар, ұлттық та ерекшеліктерге ие. Сондықтан бір ғана суннизм, бір ғана шиизм деп айту өте шартты ғана. Тіпті кей ғалымдар бір ғана біркелкі ислам жоқ, исламдар тарихы бар деп айтады. Бұл ислам жоқ деген сөз емес, бұл мұсылман тарихы өте бай, күрделі, көп қабатты деген сөз. Айтпақшы қадірлі көрермендер, дінімен бірақ білім алу керек, бизнес жасау керек, табысты арттыру керек. Алақан жайып сұраған құлға қарағанда беретін құл әлдеқайда хайырлы дейді. Яғни табысыңдың көп болғаны ауқатты және күшті болған маңызды деп тұр. Сондықтан біз қажет қосымшасын жасадық. Бұл жерде табысыңызды арттыратын, жаңа қабілеттерді меңгеретін көптеген курстар бар, білімдерді бөлістік. Қазақстанға танымал және атағы болмаса да нағыз білімі бар мықты эксперттердің білімін курсқа айналдырдық және сол қосымшамызға салып қойдық. Біздің ерекшелігіміз бір ғана 20 мың теңге бағасын төлейсіз де жыл 12 айға ішіндегі кемі 20 курсты қарай бересіз. Алла қаласа алдағы уақытта ай сайын
сайын 1-2 курстан жаңартып салып отырмақпыз. Керемет емес пе, иә? Сондықтан алыңыздар, пайдаланыңыздар, қолданыңыздар, сол арқылы бізді де қолдаңыздар. Сіздің қолдау арқылы осындай контенттер көбірек жасалынады. Толығырақ ақпарат алу үшін Play Market немесе App Store'дан жүктеп алыңыз, немесе мына номерге жазыңыз, болмаса комментарий мен описаниядағы сілтемелерге өтіңіз. Қазіргі кеңістікте кім көбірек таралды? Жалпы мұсылмандардың көп бөлігі сунниттер. Шииттердің саны аздау болғанымен, олардың діни және саяси ықпалы өте үлкен аймақтар бар. Әсіресе Иран, Ирактың бір бөлігі, Әзербайжан, Ливанның кей ортасы, Йеменнің кей бөлігі, Бахрейн сияқты елдерде де шииттік ықпал маңызды рөлге ие. Ал сунниттік ислам солтүстік Африкадан бастап Түркия, Орталық Азия, Оңтүстік Азия, араб әлемінің үлкен бөлігіне дейін кең тараған. Ал неге бұл бөліну әлі күнге дейін маңызды? Себебі бұл тек қана көне тарих емес. Бұл бөліну кейінгі ғасырларда да саясатпен, мемлекеттілікпен және геосаясатпен қайта байланысып отырды. Мысалы, Ирандағы ислам революциясы, Таяу шығыстағы ықпал үшін күрес, Ирактағы саяси баланстар, Ливан мен Йемендегі күштер тепе-теңдігі, Сириядағы одақтар, Сауд Арабиясы мен Иран арасындағы қарсыластық. Бұның бәрінде діни айырмашылық жалғыз себеп емес, бірақ ол өте маңызды қабаттарының бірі. Яғни, бүгінгі қақтығыстарды тек діни соғыс деп түсіндіру қате. Сол сияқты, діннің де еш қатысы жоқ деу толық емес. Мұнда шындық аралас. Тарихи айырма, оған саяси мүдде қосылады, оған мемлекеттің бәсекесі, мүддесі, діни легитимдікте қосылады. Ибадиттер исламдағы үшінші үлкен бағыт. Исламдағы бөліну туралы айтқанда көбіне екі ғана бағыт айтылады: сунниттер және шииттер. Бірақ тарих бұдан сәл күрделірек. Исламда үшінші үлкен тарихи бағыт бар, ол ибадизм. Бұл бағыт бүгінгі күні әсіресе Оман мемлекетінде басым. Көп адам бұл туралы естімеген, өйткені ибадиттердің саны салыстырмалы түрде аз, және олар әлемдік саясатта суннит немесе шиит елдер сияқты жиі талқыланбайды, қарсыласқа да, соғысқа да араласпайды. Бірақ ислам тарихын толық түсіну үшін ибадизмді де білу маңызды. Бірінші, ибадизм қайдан шықты? Ислам тарихының ең алғашқы ғасырларында мұсылмандар арасында бірнеше саяси діни топтар пайда болды. Соның бірі хариджиттер деп аталған қозғалыс. Бұл қозғалыс 7-ші ғасырда пайғамбарымыздан кейінгі азаматтық соғыстар кезінде пайда болды. Негізгі идеясы: билік тек әділ және тақуа адамға берілу керек. Ол міндетті түрде белгілі бір әулеттен болмауы мүмкін. Хариджиттер өте қатал позиция ұстанды. Кейбір топтары тіпті қарсыластарына өте радикалды көзқараста болды. Бірақ осы қозғалыстың ішінен бір бағыт бөлініп шықты. Ол кейін ибадизм деп аталды. Бұл атау ислам ғалымы Абдуллах ибн Ибад есімімен байланысты. Ибадиттер хариджиттердің радикалды идеясынан бас тартып, әлдеқайда байсалды және жүйелі мектепке айналды. Ибадизмнің негізгі идеясы: ибадиттер исламдағы басшылық мәселесіне ерекше қарайды. Олардың негізгі принципі имам, яғни басшы, қауымның келісімі арқылы таңдалуы керек, яғни сайлануы қажет. Бұл жерде үш маңызды ерекшелік бар. Бірінші, әулет міндетті емес. Имам міндетті түрде пайғамбар әулетінен болмауы мүмкін. Екінші, әділет басты шарт. Басшы тақуа, әділ және білімді болуы шарт. Үшінші, басшыны ауыстыруға болады. Егер имам әділетсіз болса, оны қызметтен алып тастауға болады. Яғни, ибадизмде басшылық қасиетті әулетке емес, моральдық жауапкершілікке негізделеді. Ибадизм кей жағынан сунниттік модельге ұқсайды, бірақ кей мәселеде мүлде бөлек мектеп. Ибадиттердің негізгі орталығы Оман. Басқа мемлекеттерде де бар, бірақ ол аз. Оман халқының көпшілігі осы бағытты ұстанады. Ислам тарихында көптеген ағымдар бір-бірімен қатты қақтығысқан, бірақ ибадиттер көбіне қақтығыстан гөрі тұрақтылыққа көңіл бөлген. Олардың көзқарасында қоғамдағы тәртіп пен әділет биліктің басты шарты. Сондықтан Оман тарихында ұзақ тұрақтылық кезеңдері, сауда байланыстары, теңіз империясы болғаны, тіпті бір кезде Оман Африканың шығыс жағалауына дейін ықпал жүргізген мемлекет. Қазіргі таңда да географиялық, саяси, басқа да мәселелерде бір жақты болып, екінші жаққа қолдау көрсету емес, ортада делдал болып бір-бірін татуластыру аймақ ретінде көп қызмет атқарып келеді.
Қорытындылайтын болсақ, исламның бөлінуі бір ғана себептен болған жоқ. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан кейінгі басшылықтың дауынан, заңды мұрагерлік мәселесінен, аймақтық қақтығыстардан, тарихи жаралардан, Кербала сияқты символдық оқиғалар мен трагедиялардан, кейінгі діни түсіндірулерден, саяси идеологиялардан және осылардың барлығының қосындысынан тұрады. Суннит пен шиит айырмасы ең алдымен бір сұрақтан басталды. Үмметті кім басқаруы тиіс дегеннен. Бірақ уақыт өте ол сұрақ ұлғайып мыналарға айналды. Діндегі бедел кімде, қасиетті мәтінді кім түсіндіреді, имам кім, билік пен діннің арасы қандай, әділеттілік пен заңды мұрагерлік қалай түсініледі. Сондықтан исламдағы бұл бөлінуді жай ғана екі топ аразы болып қалды деп түсіндіру өте үстірт болмақ. Бұл мұсылман өркениетінің ішіндегі ең терең тарихи бөлінулердің бірі. Бірақ соңында ең маңызды нәрсені ұмытпау керек. Суннит те, шиит те исламнан тыс бөлек әлем емес. Екеуі де Аллаға иман келтіреді. Құранды қасиетті кітап деп таниды. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламны Алланың елшісі деп мойындайды. Намаз, ораза, ахлақ, ақырет сияқты негізгі исламдық ұғымдарды ортақ негізде бөліседі. Яғни айырма бар, терең айырма бар, тарихи салдары өте үлкен айырма бар. Бірақ бұл айырманы түсіндіру үшін айқай емес, дәлдік керек. Өйткені дін тарихындағы ең күрделі мәселелерді тым қарапайым қылып жіберсек, түсіндіру емес, шатастыру көбейе түседі. Тағы бір айырмашылығы сенімде, яғни шахадат айтқанда. Біз суннит бағытындағылар ля иляха иллалла Мұхаммад Расулуллах, яғни бір Алла ғана жалғыз және пайғамбар Мұхаммад оның елшісі дейміз. Ал шииттерде үшінші Әли Алланың досы дегенді қосып айтады. Қадірлі көрермен, осы мәселеге байланысты өз пікіріңізді білдіріңіз, және мен келесі шығарылымдарда исламдағы ең үлкен 4 фитна туралы және Кербала трагедиясы жайлы жеке тоқталсам болады, егер қаласаңыздар жаза кетіңіздер. Ал мен оны белсенді түрде жақсы ақпараттарды, тарихи зерттеулерді, саяси сараптамаларды көбірек шығару үшін маған тіркеліп, белсенділік танытып, кем дегенде бір комментарий жазуды ұмытпаңыздар.